Бір жылы жаздың жайма шуақ күндерінің бірінде Машғұр Жүсіп Шарафиден деген үлкен ұлын ертіп, Бұхара қаласын бетке алып сапарға шығады. Бірнеше күндік ұзақ жолдан қалжырап келе жатып, алдарынан кездескен 6 қанатты киіз үйге ат басын тірейді. Киіз үйдің алдында үстіне жүк тиеген арба тұр екен. Мәшекең сыртта тұрып, біз жолаушы едік, рұқсат болса шөлімізді басып, біраз тынығып алайық деп дауыстайды. Осы кезде үйден асығыс шыққан бейтаныс келіншек: ата, кешіріңіз, біз бір жаққа асығыс жол жүргелі жатырмыз. Жолдасым ат әкелуге кеткен деп, арбаға таяп келіп, жүктерінің арасынан бір заттарын іздей бастайды. Сонда Машекең: бағыттарыңыз қай жақ деп сұрайды. Баянауылға бармақпыз деп бейтаныс келіншек жауап береді. Біз сол жақтан келе жатқан жолаушылармыз. Ол жақта Машғұр деген әулие адам бар. Айтқан сөзінің бәрі қабыл болып, баласыздарға бала беріп, әр түрлі аурулардан құлан таза айықтырып жібереді екен деп естідік. Жолдасым екеуміз сол әулиеден бала сұрайық деп бара жатырмыз, дейді келіншек. Бағанадан үнсіз отырған Шарафиденнің бірдеңе айтқысы келіп тұрғанын сезген Машекең: мен сол Машғұрдың көршісімін деп, баласына сырымды айтпа дегендей көзінің астымен бір қарап қояды. Ел аузындағы әңгімелер шын бе екен деген келіншектің сұрағына Машекең: мүмкін, бірақ мен көршімнің үйінен біреуге беретіндей артық балаларының жүргенін, не болмаса бала шығаратын станогын, адам жасайтын сиқырын көре алмадым деп жауап береді. Не болса да бара көрерміз, дейді келіншек. Сендер қазір бармаңдар, себебі ол кісі ұзақ сапарға кеткен. Келесі жылы осы уақытта келіп қалар, сонда барарсыңдар. Және де мен қазір бір парақ қағазға 2-3 ауыз сөз жасайын, соны көршіме бере саларсыңдар деп, бір парақ қағазға арабша бірдеңелерді жазып, келіншектің қолына ұстатады да, Машекең әрі қарай жүріп кетеді. Үй иесі де келіп, атын арбаға жеге бергенде, келіншегі хатты беріп, жолаушының айтқан әңгімесін баяндайды. Бұл тегін емес деп ойлаған жолдасы, жалма-жан көрші ауылдың молдасына барып оқытып келейін деп шаба жөнеледі. Абырой болғанда молда ешқайда кете қоймапты. Үй иесінің әкеп берген хатын оқып шығады да: қап әттеген-ай, Машекең әлгінде ғана ауылымыздың шетінен өтіпті. Біз білмей қалдық. Бұл хатты сол кісінің өзі жазыпты деп, оқиғаның қалай болғанын бастан аяқ сұрай бастайды. Сонымен бір жылдан кейін Машекең Бұқарадан қайтады. Жолшыбай өткен жылы кездескен бейтаныс келіншектің үйіне соға кетуді жөн көреді. Атамыздың жолын тосып жүрген үй иесі келе жатыр деген хабарды естіп, алдынан шығады. Машекеңді атынан түсіріп, келіншегі екеуі аяғына жығылып алғыстарын айтып, дастарханнан дәм татуға шақырады. Атамызды төрге шығарып, асты үстіне түсіп, ерекше күтеді. Бөлме ішінде тұрған шымылдықтың ар жағынан жас баланың дауысын естігенде, Шарафиден де, Машекең де бір қуанып қалады.